Сәлем, дубляж курсының екінші сабағына қош келдің. Бұл сабақта біз диафрагмалық тыныс, диафрагмамен қалай тыныс алу керектігін, қалай дұрыс тыныс алу керектігін үйренетін боламыз. Сондықтан көп сөйлей бермей практикаға көшейік. Маған неге шыны керек ұнамайды көп сөйлеген андай. Көп сөйлесең бір миыңа қонбайтын сияқты ма, одан да практикаға көшейікші. Жалпы диафрагма деген не? Диафрагма дегеніміз ол біздің өкпеміздің астында орналасқан бұлшық ет. Ол бұлшық ет бізге өкпемізге демалуға көмектеседі. Мысалға біз тынысымызды алған кезде ол бұлшық ет сыртқа қарай шығады. Ал біз тынысымызды шығарған кезде бұл бұлшық ет біздің ауамызды өкпемізден шығаруға көмектеседі. Яғни біз бұл бұлшық етті дамытатын болсақ, яғни оған жаттығулар жасап, әртүрлі пресс-жаттығу жасайтын болсақ, ол бұлшық ет өзі қатайып, қалпына келіп, біздің даусымыз нақты қатты шығатын болады. Сондықтан біз жаттығуларға көшейік. Бұл жаттығулар арқылы сіздің диафрагмаңыздың қайда орналасқанын және де қалайша демалу керектігін үйренетін боламыз. Ал ендеше кеттік. Қазір біз диафрагмалық тынысымызды анықтау үшін осындай А4 формат парақ алсаңыздар болады, немесе қарапайым дәптердің ортасындағы парақты алсаңыздар болады, екі парақ дейді ғой. Енді біздің мақсат осы парақты алып, ішке қарай ауаны тартып, осы парақты ұстап тұру. Мысалға қарайық. Қанша тарттыңыздар? 2 секунд, 5 секунд, 10 секунд мүмкін. Бұл парақты тартуымыздың себебі біз ауаны қаншалықты ұзақ тарта алатынымыз. Егер біз ауаны диафрагма арқылы тартсақ, біздің ауамыз молырақ алынатын болады. Диафрагманы тексеруге арналған екінші жаттығу. Қазір біз жатып диафрагмалық тынысты тексеретін боламыз. Жерге немесе диванға жатамыз. Бір қолымызды ішімізге, екінші қолымызды кеудемізге қоямыз да тыныс алып көреміз. Байқадыңыз ба? Сіз ішіңізбен тыныс алып жатсыз. Себебі жатқанда біздің тынысымыз дұрыс қалпына келеді. Енді біз мынандай жаттығу жасап көрейік. С әрпін айтып, ішімізді қатайтып, тынысымызды шығарайық. Қазір осы тынысыңызды есте сақтап алыңыз. Енді отырып жасап көрейік. Керемет. Енді тұрып диафрагмалық тынысымызды анықтап көрейік. Бір қолымыз ішімізде, бір қолымыз кеудемізде. Біздің мақсат ішпен тыныс алу. Кеттік. Келесі жаттығу. Қазір тынысымызды ішке алып, оңға солға бұрылып көрейік. Егер біз диафрагма арқылы тыныс алған болсақ, біздің оң және сол жақтарымыз ауыра бастайды. Жарайды, диафрагмамызды анықтап болғаннан кейін бізге оны жаттықтыру керек. Диафрагмалық тынысты күшейтетін жаттығу. Қазір екі қолымызды алға шығарамыз. Қолымызды қысқан сайын мұрнымыз арқылы тез тыныс алу керек. Тыныс тез алыну керек. Бірақ тынысты шығарған кезде оның дауысы шықпау керек. Жасап көрейік.
Ал енді дауысымызды диафрагмалық тыныс арқылы шығарайық. Ішімізбен ауаны итеріп, дауысты шығарамыз. Ха! 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 Ал біздің сабақ соңына да жетті. Біздің бүгінгі түсінгеніміз бойынша ол жоғарғы тыныспен демалмауымыз қажет, тек қана астыңғы тыныспен демалуымыз керек. Және де ол тыныс, астыңғы тыныс, яғни диафрагмалық тыныс, ол дауысқа ғана пайдалы емес, ол біздің денсаулыққа да пайдалы. Сондықтан өмірде, жалпы көшеде кетіп бара жатсаңыз, далада кетіп бара жатсаңыз, астыңғы диафрагмалық тынысты қолданып жүргеніңіз жақсырақ болады. Ал біз сабағымызды аяқтадық. Үй жұмыстарыңызды жіберуді ұмытпаңыздар. Келесі сабақтың тақырыбы дыбысты басқару.